Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін сіздерге қазіргі заман талабына сай жасанды интеллектпен таныстырып өтетін боламын. Ол үшін Google-дың іздеу жолағына Qsrise деп кірсеңіздер, мінекей qsrise.com деген сайтқа кіреміз. Бізде сайттың ең алғашқы беті осылай шығады. Бұл сайт негізі ағылшын тілінде, сіздерге қазақ немесе орыс тілі керек болатын болса, онда перевести на казахский немесе русский деп тілін ауыстырып алуға болады. Бұл сайтқа өзіңіздің Google аккаунтыңызбен тіркеліп алсаңыздар болады. Мінекей жұмысты бастаңыз деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін бізде автомат түрде осындай бет шығады. Қазір қазақша аударып алайық. Мінекей жаңа викторина жасаңыз деген кнопканы бассаңыз, бұл сайттың мүмкіндігі, қараңыздар, PDF негізінде викторина жасауға болады, мәтін негізінде викторина жасауға болады, сілтемелер арқылы жасауға болады және YouTube каналындағы бейне арқылы викторина жасауға болады. Енді қазір осы сайттың бір мүмкіндігін көрсетіп өтетін боламын. Мәтіннен деген кнопканы басамыз. Осы сайттың ұсынған мәтіндерін алып тастаймыз да өзімізге сабаққа керекті немесе алдын ала дайын тұрған мәтінімізді көшіріп алып келетін боламыз. Мысалға мына жерде осы мәтінді көшіріп алайық және жаңағы мәтін жазатын жерге вставить етіп қоятын боламыз. Алып тастайық. Мінекей мәтініміз дайын. Енді келесі қадам деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін бізде осындай бетше ашылады. Қараңыздар, сұрақтардың қандай түрі дейді. Осы жерде 3 түрге бөлінген. Көп таңдау, шынайы жалған немесе бос орындарды толтырыңыз деген кез келген біреуін таңдайсыз, өзіңізге арналған. Одан кейін қанша сұрақ деген жерде төменді бассаңыз 3 сұрақ дайындап береді, орташаны бассаңыз 5 сұрақ дайындап береді, жоғарыны бассаңыз 10 сұраққа дейін дайындап береді автомат түрде. Орташа деген кнопканы басамын. Келесі қадам деген кнопканы бассаңыз, түйіндеме жасау және флеш-карт құру деген кнопкалар бар, олар тұра береді. Осылай викторина жасау деген кнопканы басамыз. 1-2 секундтың ішінде жасанды интеллект сізге өзіңіз таңдағандай керемет сұрақтарды жасап беретін болады. Мінекей қараңыздар, жасанды интеллект осылай 5 сұрақтан тұратын жаңағы викторина жасап берді бізге. Енді жоғары жағында жауапты көрсету деген кнопканы бассаңыз, дұрыс жауаптарын осылай шығарып беретін болады. Және де егер осының ішінде кейбір сұрақтарыңыз қате шығатын болса, онда әр сұрақтың қасында сұрақты өңдеу деген кнопка бар. Соны басу арқылы сіз қате жазылған сұрақ жауаптарыңызды өңдеп алуға болады. Одан кейін, егер де осының ішінде бір сұрақ керек емес болатын болса, онда қасында жою деген кнопка бар. Соны басу арқылы керек емес сұрағыңызды алып тастауға болады. Одан кейін жоғары жақта бөлісу деген кнопка бар. Осы кнопканы бассаңыз, оқушыларға арналған сілтеме шығады. Сол сілтемені оқушыларға жіберу арқылы жаңағы орындасаңыз болады осы тапсырманы. Оқу режимі деген кнопканы басамыз. Басқаннан кейін қазір біз оқушы ретінде сұрақты орындап көрейік. Мына жерде викторинаны басыңыз деген кнопка бар. Соны бассаңыз, оқушы өзінің атын жазады. Викторинаны бастау деген кнопканы басқан кезде осылай оқушыларға автоматты түрде сұрақ жауаптар шығып тұрады. Жауапты біреуін таңдайды, астында жаңағы кнопканы басады. Егер дұрыс жауап болатын болса, жасылмен шығады, ал егер бұрыс болатын болса, қызыл цветпен шығып тұратын болады. Келесі. Мінекей қараңыз, мен Б жауабын бастым. Бұл жерде Б жауап дұрыс емес, Д жауабы дұрыс. Келесі деген кнопканы басамыз. Жауапты аяқтау деген кнопканы басамыз. Мінекей. Енді аяқтау деген кнопканы бастық. Басқаннан кейін бұл жерде қараңыздар, автомат түрде оқушы неше ұпай жинады. Барлығы 5 сұрақ берілген, 2 дұрыс жауап, 3 қате жауап шықты. Сонымен қатар астында қай сұраққа дұрыс жауап берді, қай сұраққа бұрыс жауап берді, осылардың барлығы автомат түрде шығып тұратын болады. Енді бұл сіздің бетшеңізде де көрініп тұрады. Өте керемет. Статистика бөліміне барасыз. Барғаннан кейін қараңыздар, статистика бөлімінде мысалға мына жерде ұпай жазылады, аты жазылады, аяқталды деген сөз шығып тұрады. Аяқтау уақыты неше секундта, неше минутта аяқтады, сол тұрады. Басталды, қай уақытта жаңағы сұрақтарды тапсырды, сол уақыты жазылып тұратын болады. Одан кейін мәлімет деген кнопканың үстінен бассаңыз, мінекей оқушы қай сұраққа дұрыс жауап берді, қай сұраққа бұрыс жауап берді, барлығы шығып тұрады. Өте керемет сайттардың бірі.
осы сайтты сабақтарыңызда міндетті түрде қолданып көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып пікір қалдырып, және осы видеоны әріптестеріңізбен бөлісе отырыңыздар.